көкті кілем, көк кілем, көк кілемге көп аунаймын, көп кілем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақанау деп білем. Қайда көрсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Жасыл жайлау, көкті кілем, көк кілем, көк кілемге көп аунаймын, көп кілем. Күннің нұрын, айдың әппақ сәулесін, қазағымнан махаббат ау деп білем. Қайда көрсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Балалар, бүгін бізде сынып сағатымызда менің отаным Қазақстан атты сынып сағаты өтіп жатыр. Республика 25 қазан үлкен мереке екен. Енді қараңыз, мына жерде менің отаным Қазақстан деген мына жерде суреттер тұр. Бізге не қажет, не бар екен еліміздің? Ең маңыздысы бізде елімізді басқарып отырған кім бар екен? Біздің еліміздің рәміздері бар. Не бар еді бізде? Қазақстанымыз мемлекеттік елтаң бар. Осы біздің осындай рәмізіміз бар екен. Біздің елімізді Қазақстанды басқарып отырған сол кісі екен. Енді қараймыз балалар. Біздің мына жерде тұрған мемлекетіміздің мына тұрған картасы, біз барлығымызда өзіміздің елімізді, отанымызды сүйеміз, отанымызды құрметтейміз. Біз отанымызды жақсы көреміз, Әмина Қашқарова. Енді қараймыз. Біздің Қазақстан Республикасында біздің еліміздің, жаңа біз айттық, мына жерде өзіміздің елтаңбамыз бар, әнұранымыз бар, ол рәміздеріміз, көп бақтарымыз көп. Одан кейін бізде Астана қаласы бізде негізгі қаламыз. Осы қаланың ішінде ең ғимаратты бізде ғимараттар бар. Біз не деп айтамыз? Бәйтерек. Балалар, осы отан туралы жақтаған тақтағымыз бар тұрмыз, иә? Іңкәр тек айтамыз.